Менің аты жөнім Маман Масхат, және де менің бірінші айтатын тақырыбым түрік қағанаты. Түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында өмір сүрген. Ең алғашқы деректер бізде 542 жылдары кездеседі. Қытайлардың деректері бойынша түріктер ең алғашқыда Қытайдың батысында өмір сүрген, яғни Алтай тауының етегінде. Түріктер жужандарға толықтай тәуелді болады. Жужандарға салықты темір түрінде төлеп отырады. Жужандардың патшасы түріктерді менің темір балқытушы құлдарым деп атайды. Және де 552 жылы Бумын қаған түріктерді жужандардан бөлек алып шығады да жаңа мемлекет құрады, түрік қағанатын. Ол кісі 552-553 жылдар аралығында өмір сүреді. Кейіннен бұл кісі ел хан атағын алады, және де жужандарды жеңеді. Бізде Бумын қағаннан кейін билікке келген бұл бізде Мұқан қаған. Мұқан қағанның билік еткен жылдары 553-572 жылдар. Мұқан қаған бұл бізде жужандарды толықтай жеңеді, және де өзінің үстемдігін оңтүстік Сібір және орталық Азияға бекітеді. Мұқан қаған жайында бізде кейбір деректерде шекара сыртындағы иеліктердің зәресін алған деген мәліметтер кездеседі. Үшінші бұл бізде Иштеми қаған. Иштеми қағанның тұсындағы шекара едәуір үлкейеді. Ол бізде қазіргі Қазақстан жері, орталық Азия және де Еділ мен солтүстік Кавказ жерлері. Түріктер әскери жағынан қуатты мемлекет болады. 6 ғасырдың 70 жылдары шекара Манчжуриядан Босфорға дейін жетеді. Сол кезде бізде түрік мемлекеті Ирандармен, Византия секілді ұлы держава мемлекеттермен қарым-қатынас одақтастық жасасады. Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдар аралығында билік еткен. Батыс түрік қағанаты түрік қағанатынан кейінгі құрылған мемлекет болып саналады. Батыс түрік қағанаты түрік қағанатының батыс бөлігін алып жатқан, яғни бізде орналасқан жері орталық Азияның батыс бөлігі, Жетісу жері және де Арал теңізі аймақтары саналады. Сонымен қатар ол аймаққа Сырдария жері де кіреді. Бізде хандары, ең алғашқы ханы бұл бізде Тардуш, алғашқы қағаны болып табылады. Одан кейін бізде Тонжабғу. Тонжабғудың тұсында мемлекет көркейіп, күшейе түседі. Және де қағанатты одан ары дамытқан ұлы әмірші ретінде саналады. Бізде батыс түрік қағанатының жер аумағы Жетісу, Сырдария, Арал теңізі, Қазақстанның батыс бөліктері саналады. Ал Қазақстанның шығыс бөлігінде Жоңғария тауының баурайына дейінгі аймақтар саналады. Маңызды рөлі бұл бізде батыс түрік қағанатының маңызды рөлі түрік қағанатының батыс бөлігін басқарған, және де саяси әкімшілік жүйесінің сауда және де дипломатиялық қарым-қатынастар жасасқан. Осының арқасында картада маңызды рөл алған. Картасы мынандай. Келесі тақырып шығыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдар аралығында өз билігін орнатты. Шығыс түрік қағанаты 603 жылы түрік қағанатының ішкі қайшылықтары және тайпалардың дербестікке ұмтылуының нәтижесінен түркі қағанаты бөлініп кетуінен пайда болады. 682 жылы Қытайлардың уысынан шығып, Елтеріс деген қаған Монғолия жеріне өз мемлекетін қалпына келтіреді. Қапаған қаған кезінде мемлекет күшейеді. Қазақстан, Орта Азия және де Шығыс Түркістан, оңтүстік Сібірді қамтыды. Ел билігіне қаған мен Күлтегін қаған мемлекетті орасан зор өркейтеді. Қытаймен тиімді шарттар жасалады. Даңқты қолбасшы Тоныкөк түркілердің әскери рухын көтереді. Түркілердің қасиетті жері Өтікен елдің құты менен берекесі саналады. Орхон жазуларында бұл жерді Жерұйық деп дәріптейді. 731 жылы Күлтегіннен кейін Білге қайтыс болғаннан кейін Орхон өзенінің бойында құлпытастар орнатылады, сол кісілердің құрметіне. Және де Білге мен Күлтегін қайтыс болғаннан кейін мемлекет әлсіреп, 744 жылы ұйғырлар мен қарлұқтардың біріккен әскері Шығыс түрік қағанатын талқандайды. Шығыс түрік қағанатының аумағы бұл бізде Қазақстан, Шығыс Түркістан және оңтүстік Сібір. Келесі бұл бізде Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 704-756 жылдар аралығында билік етеді.
Бұл қағанат батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін жетісуда құрылған мемлекет болып саналады. Негізін қалаған бұл өзде үшлік қағанның ордасы Суяб болады. Түргештер Шу Іле өзендерінің аралығында көшіп қонып жүреді, және де жібек жолын бақылаған. Үшліктен кейін билікке Сақал қаған келеді, бірақ Сақал қағанның тұсында мемлекет құлдырайды, яғни бірлік азаяды. Сақал қағаннан кейін бізге Сұлу қаған келеді. Сұлу қағанның билік еткен жылдары 715-738 жылдары. Сұлу қаған кезінде мемлекет үш майданда күреседі, және де едәуір көркейеді. Яғни айтқанда, батыста арабтармен күреседі, шығысында Қытаймен, яғни Таң әулетімен күреседі, ал солтүстігінде Шығыс түрік қағанатымен соғысады. 723 жылы арабтарға қарсы жеңіске жетеді, бірақ 737 жылы өз қолбасшысы Бағатар хан қайтыс болады. Содан кейін сары және қара түргештер арасында тартыс күшейеді. Әлсіреген қағанат қарлұқтармен Қытайлардан қысым көреді да 751 жылы Атлас шайқасы болады. Яғни түргештер арабтарға жақтасып Қытайлармен қарсы соғысады. Сол соғыстың қарсаңында 756 жылы түргеш қағанаты құлдырайды. Картасы мынандай. Келесі тақырып бізде Қарлұқ қағанаты. Қарлұқ қағанаты 756-940 жылдар аралығында өмір сүреді. Қарлұқ қағанаты 756 жылы Жетісуда құрылады. Бұлар 8 ғасырда Ұйғыр қағанатына бөлініп, 716 жылы Жетісуға қоныс аударады. 751 жылы Атлас шайқасында арабтармен бірге Қытайларды жеңіп, Жетісудағы билігін күшейтеді. Ал 766 жылы Суяб пен Таразды алып, мемлекеттің орталығы етеді. Басты билеушісі Жабғу деп аталған, ал 840 жылдан ары қарай қағанат алады. Себебі Ұйғыр мемлекеті құлағаннан кейін қарлұқтар билікті өз қолына алады. Территориясы Алтайдан батысқа дейін созылып, негізгі орталығы Суяб, Тараз, Баласағұн қалалары саналады. Шаруашылығы мал өсіру, егіншілік, қолөнер мен қола мәдениеті дамыды. Ұлы жібек жолы арқылы сауда жасалды, буддизм, христиан, ислам секілді діндер таралды. Ішкі тартыстан мемлекет әлсіреп, 940 жылы Қарлұқ мемлекетінің орнына Қарахан мемлекеті келеді. Келесі тақырып Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Оғыз мемлекеті 8 ғасырдың ортасында Жетісудан сыр бойына келген Оғыз тайпаларынан құрылып пайда болған мемлекет. 9-10 ғасырларда мемлекет күшейеді. Олар печенектерді жеңіп, Жайық менен Еділ деген жерлерді иеленеді. Астанасы Яңгикент болады. Мемлекетті Жабғу басқарды. Жабғудың мұрагері Иналды тәрбиелеуші Атабек, ал әскербасы Сүйбашы деп аталды. Бұл мемлекеттегі халықтар мал шаруашылығымен, саудамен және де егін шаруашылығымен айналысқан. Және де Жент, Сауран, Сүткент, Сығанақ секілді қалалары өркендеді. 965 жылы Киев Русьмен одақтасып, Хазарым қағанатын, ал 985 жылы Еділ Бұлғариясын талқандайды. 11 ғасырда Шахмайлық оғыздарды біріктіріп, 1041 жылы Хорезмді бағындырады. Ал көп ұзамай 1043 жылы Шахмайлық селжұқтардың қолынан қаза табады. Ішкі талас тартыстан кейін 1055 жылы Оғыз бен Қыпшақтардың соққысынан біртұтас құлап, жеңіліп, Дешті Қыпшақтың құрамына өтіп кетеді. Келесі тақырып Ұйғыр қағандығы. Ұйғыр қағандығы бізде 744-840 жылдар аралығында өмір сүрген. Ұйғыр қағандығы бұл бізде Шығыс түрік қағандығы құлағаннан кейін орнына келген мемлекет болып саналады. Яғни Орхон, Селенга, Тала өзендерінің бойында қалыптасқан. Орталық Азияда шамамен 100 жылдай билік еткен, және де түркі тілдес халықтарды біріктірген. Көшпелілер мен соғыстар жүргізіп, Қытаймен де байланыста болды. 840 жылы бірнеше жан-жақты соққыларға ұшырап, ақыр соңында мемлекет ыдырап кетеді. Ал картасы мынандай. Келесі тақырып Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында билік еткен. Ол мемлекет 10-12 ғасырларда Орталық Азиядағы ең алғашқы ислам дінді мемлекет болып саналады.
Негізін қалаушы бұл бізде Сатық Боғрахан 915-955 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол 942 жылы Баласағұн билеушісін құлатып, өзін жоғарғы қаған жариялайды. Мемлекеттің аумағы Жетісу, Шығыс Түркістан, Талас, Шу және де Сырдария өңірлерін қамтыды. Астаналары Тараз, Баласағұн және де Қашқар қалалары болды. Маңызды қалалары Испиджаб, Үзкент, Мерке, Құлан қалалары. 960 жылы Сатықтың ұлы Мұса ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялайды. Билік бір-біріне мұрагерліктермен берілді. Және де 11 ғасырдың басында Мауреннахрда бағындырды. Бірақ 11 ғасырдың 30 жылдары мемлекет шығыс және батыс болып екіге бөлініп кетті. Шығыстың астанасы Қашқар, ал батыстың астанасы Самарқан болып бекітілді. Жер иеленудің түрлері бар. Бізде жер иелену ол иқталық, вақыфтық және де комендациялық деген түрі бар. Ал шаруалар бізде сойырғал деген салықты төлеп отырды. Шаруалары бізде айналысқан шаруашылықтары жалпы ол бізде мал шаруашылығы, аң шаруашылығы, егін шаруашылығы, балық аулау секілді шаруашылықтармен айналысқан. Оның ішіне қолөнер де жатады. Және де 11 ғасырдың соңында ішкі тартыс күшейіп, 1212 жылы мемлекет ыдырап кетеді. Келесі тақырып Қарақтай мемлекеті. Қарақтай мемлекеті 1128-1212 жылдар аралығында билік еткен. Бастапқыда Шығыс түрік қағанатының құрамында болады, кейіннен Ляо империясының құрамына енеді. Ал 1125 жылы Ляо империясы құлағаннан кейін Елуи Даши өзінің халқын алып, батысқа қарай көшіп кетеді. 1128 жылы Баласағұн жеріне келеді да, Баласағұнды жаулап алып, өзінің ордасы етеді. Ол Қарақтай мемлекетінің жер аумағы бізде оңтүстік Қазақстан, Жетісу жері, Мауреннахр жері және де Шу жерлері кіріп жатты. Орталығы бізде Баласағұн қаласы болды, ал билеушісі Гурхан деп аталды. Елде бізде қатаң тәртіп болды, әр үйден салық алынып отырды. Және де жер, су ол жеке бір меншік емес, мемлекеттің меншігіне айналды. 1137-41 жылдар аралығында Қарахан мен Селжұқтарды жеңіп, Орта Азияда өз үстемдігін орнатты. Бірінші Гурхан Елуи Даши болса, екінші Елуи Дашидің ұлы Елуи Челугу болды. Елуи Челугудың тұсында Елуи Челугу жалпы мұсылмандарға қарсы саясат жүргізді. Және де осының салдарынан 13 ғасырдың басында ішкі қырқыс күшейіп, 1208 жылы наймандар Жетісу жеріне келгенде қидандардың біраз бөлігін қиратады. Және де 1212 жылы Хорезмшах Мұхаммед келіп, ол да бір соққы беріп кетеді. Ақыр соңында 1218 жылы Шыңғыс әскері келгенде мемлекет талқандалады. Ал картасы мынандай. Келесі тақырып Қимақ Қыпшақ бірлестігі. Қимақтар бізде Алтай мен Ертіс өңірін мекендеген. 9 ғасырда Қимақ деген мемлекет құрылады. Оның құрамына бізде Қыпшақ, Қаңлы, Татар, Ұйғыр секілді тайпалар енген. Астанасы Имақия болады. Және де құрамындағы Қыпшақ тайпасы бізде күшейіп кетеді да, 11 ғасырда Қимақтарды құлатып, Қыпшақ мемлекеті пайда болады. Қыпшақтар бұл бізде Дешті Қыпшақта билік етеді. Жалпы өнеркәсіптегі шаруашылығы бұл бізде мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, балық аулау секілді шаруашылықтармен айналысты. Ал картасы мынандай. Келесі тақырып бұл бізде Қыпшақ хандығы. Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Бастапқыда 7 ғасырда Қыпшақтар Алтай мен Еділ, Ертіс жағалауларында өмір сүріп жүрген. Кейіннен 11 ғасырда Қимақтарды құлатып, Қыпшақ хандығы құрылады. Ұлан байтақ жер Дешті Қыпшақ деп аталады. Олар бізде батысы Еділге дейін жетіп, орыстармен, Византия, венгрлермен шектесіп тұрды. Әлеуметтік құрылымы бізде қаған, хан, тархан, бек байлардан тұрды. Мал жеке меншікке өтті, яғни әр адамның өзінің жеке малы болды. Байлық жылқы малмен есептелді. Және де шаруашылықтары, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, балық аулау шаруашылықтары секілді шаруашылықтар болды.
Қыпшақтар Хорезм селчуктармен соғысты және 12 ғасырда Хорезмшах Мұхаммед Сығанақты бағындыруда әрекет етеді. Ішкі қырқыс күшейеді және де 1216 жылы Торғайда Қыпшақтар мен Шыңғыс әскері алғаш рет кездеседі. Ал 1219 жылы Моңғол шапқыншылығы кезінде Қыпшақ мемлекеті құлдырайды. Қыпшақ мемлекетінің картасы мынандай. Келесі тақырып Найман мемлекеті. Найман мемлекеті 12 ғасырда құрылады. Жалпы наймандардың өмір сүрген аумағы Орхон, Ертіс, Алтай, Жетісу аймақтарын мекендеген ірі мемлекетке айналады. Жалпы наймандар бізде христиан дінінің Несториан тармағын ұстанған. 12 ғасырдың соңында Шыңғыс әскерлерінің соққысынан мемлекет ыдырап кетеді. Жалпы Найман халқының ұстанған шаруашылығы бұл бізде мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, балық аулау сияқты шаруашылықтармен айналысқан. Бұл мемлекеттің де өзінің қалалары болған. Мысалы, Қоялық, Ақбалық, Бесбалық деген сияқты қалалары болған. Жалпы бұл жердегі балық деген сөзіміз қала деген мағынаны білдіреді, ал барк деген ғимарат деген мағынаны білдіреді. Бұл мемлекеттің астанасы Балықты деп аталған. Және де наймандар ұйғыр жазуын ұстанған, ал картасы мынандай. Келесі тақырып бізде Керейт хандығы. Керейт хандығы бізде 9-11 ғасырларда 12 ғасырларда өмір сүрген. Керейттердің өмір сүрген аймағы бізде Орхон, Селенгі, Топа деген өңірлерде өмір сүрген. Халқы шамамен 200 мың болған. Және де ұстанған шаруашылығы бұл бізде мал шаруашылығы, егіншілік секілді шаруашылықтармен айналысқан. Ордасы бізде Қарақорым, және де олардың ұстанған діні христиан дінінің несториандық тармағын ұстанған. Түркілер бізде Тоғылық Темір ханның тұсында күшейеді, және де Шыңғыс ханмен одақтасып бірге әрекет етеді. Бірақ та 1203 жылы жеңіліп шайқаста Керейттер мемлекеті талқандалады. Кейіннен тірі қалған халқы бір бөлігі Шыңғыс ханға бағынады, ал қалғандары қазақ, өзбек, қырғыз ұлттарына сіңісіп кетеді. Ал картасы мынандай. Келесі тақырып бізде Жалайырлар хандығы. Жалайырлар жалпы бұл бізде Селенгі, Хопок, Орхон өзендерінің бойында өмір сүрген, Қарақорым таулы қыраттарында мекен еткен ірі тайпа ретінде саналады. Жалпы бұл бізде басқару құрылысы ұлыстық жүйемен жүрген. Шыңғыс ханның сенімді серігі ретінде саналатын бізде Мұқылай деген батыр болған. Ол кісі өте батыр, шешен, және де Шыңғыс ханның сенімді қолбасшысы болған, және де сол қанатын басқарған адам. Келесі бұл бізде Жалайырлардан шыққан Жамұқа деген жырау. Ол кісі бізде Шыңғыс ханның бірде досы, бірде жауы ретінде тарихта сипатталады. Жалпы Жалайырлар мал шаруашылығымен айналысқан, соның ішінде жылқы және қой малын өсірумен айналысқан. Келесі тақырып бұл бізде меркіттер. Меркіттер бұл бізде ежелгі түрік тайпалары болып саналады. Олар соның ішіндегі орта жүздегі Керейт руынан шыққан тайпа ретінде саналады. Меркіттер бұл бізде 11-12 ғасырларда мемлекеттік бірлестік құрады. 1178 жылы Шыңғыс ханның әйелі Бөртені тұтқынға алады, және де 79 жылы Бүгут-Кегер шайқасында жеңіліп, 1205 жылға дейін қарсылық көрсетіп жүреді. Кейіннен 1218 жылға таяғанда Қазақстан жеріне шегінуге тура келеді. 1218 жылы бізде жошы Ырғыз бойындағы меркіттерді талқандап, тірі қалғандары Шыңғыс ханға бағынады. Жалпы бізде меркіттердің өмір сүрген аймағы бұл бізде Орхон мен Байналды деген жерлерде өмір сүрген.